Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Мен жалаңаш шешініп тастаймын ба, өзім білем да. Өзім білем. Мен қандай бармын, сондаймын. Қабылдайтын адам, көретін адамдар көреді, білет. Менің бойымда барлық қасиет бар. Я могу быть и современной, и қазақи да боламын. Но мен андай адам емеспін да. Қазақ мынандай ұзын киіп жүріңдер қыздар, бұл деген тәрбиесіздік, ондай өзімді өйтіп позиционировать еткен адам емеспін. Білесіздер, мен қашан ондай болдым, мен вообще неге менің парақшама кіріп сондай заттарды жазады, ұялмайсың ба? Мен ұялмаймын, мен ұятсызбын сондай. Мен сондай адаммын, не істейсіздер енді? Барлығын айтып жатқан жоқпын бұны, просто маған андай бір какой-то бір нәрсені іліп қояды да, как будто мен сондай адаммын деп айтқан сияқты да. Жыным келеді да сондайға. Осы біздің менталитетті түсінген да, бүйтіп бірдеңке сала қалсаң, астынан комментарийлер жазады ғой, кейбіреулер енді оқисың ғой, адамбыз ғой, енді оқимыз. Сөйтсек, саған бұлай жүруге енең рұқсат берді ма? Сен бұлай жүруге ұялмайсың ба? Сенің күйеуің бар ғой? Или анау, мынау? Жандерім, мен сіздерге бір затты айтайын. Мен мамамның да рұқсатын алмаймын, енемнің де, ешкімнен рұқсат алмаймын, мен рұқсат алатын жаста емеспін, жандерім. Мен дардай әйелмін, мен өзім білемін. Мен үлпілдеп отырған 18 жастағы қыз емеспін, ненің салу керек, нені істеу керек екенін рұқсат сұрайтын адам емеспін. Мен мамамнан никогда еш нәрсеге рұқсат сұрамаған, вообще кішкентай кезімнен рұқсат сұрамаған, мен сондай адаммын. Сосын сөйтіп жазбаңыздаршы, пожалуйста. Мен, если сіздерге андай енелеріне, мамаларынан ұялып отыратын адам болса, сондай блогерларды қараңыздар, өтініш. Мен ондай блогер емеспін. Ой, Мусика уже старый выход-то. Ребята, Всем привет. Без эффекта шығайын дедім. Вот айтып жатыр, сенің живой стористарың өте аз деп жатыр да. Сонымен ойлап жатыр, мен всегда видеоны түсіріп аламын да, содан кейін монтаждаймын, қиямын, әйтем, бүйтем, бояп сөйтіп саламын да, кішкене сіздерге әдем болсын деп, ортасында деген жерлерін қиып тастаймын. Сонымен бот айтады, сен өйтіп қиналасың, сразу тікелей түсіріп сала берсеңші деп идея айтып жатыр маған. Соны айтамын, бәрі монтаждап бітемін дегенше ұйықтап қаламыз. Сосын монтаж бітіремін дегенше жаңа мен 9-да бардым, 11-де шықтық. Кешеде негізі біз тамақ ішуге келгенбіз, сонымен бір-екі видеолар түсіріп едім, сонымен соларды монтаждап кеше шаршап қалдым да, салынбай да қалды. Басым бос емес. Ойбай, бұның жігіті менмін, менен басқа таңертеңнен кешке дейін мен қасында жүреді. Мен андаймын ғой. Қандайсың? Оны айтам. Жүкіп алайыншы, достар. Шайналым беріп тұғым. Жоқ, сен қазір тура прям шайнаған кез. Бұған мен отырып сұрақ қойған. Мен жігітке, мен қазір жігітім жоқ. Енді сөйлесіп жүрген деп те айтпақ қояйын, енді құрсын. Бұлай ашық айтын келмейді. Бірақ та мен жігітке қоян талабым деп ше, жасы деп жүретіндей, бала болып, қатын болып, еркек ақ болып ақша тауып, қатын үйде тамақ жасап, сондай еркек болса, сосын бой жағынан қандай болу керек? Бой қызық емес негізі ше. Бойы ұзын болып, бойы қысқа болса қайтесің, оның бойы қысқа болып деген сияқты. Жалпы еңбекқор, үйде жата бермейтін, үйде жатпайтын, не істесем болады, қақтан ақша тапсам болады, қалай семья асырасам болады, қалай байысам болады дейтін еркек болса болды ғой. Әуде, не дейді құрсын, жігіттердің нағыздан құр қалмаңыздар, қараңыздаршы, өзі қандай әдемі, қандай ау. Жігітім бар ма? Жоқ қой? Қорқам айтты. Ажасқалы бері жігіті бұл қыздың, в общем, басы бос.
бойдағы жігіттер болса. Вообще бір рет жанында осы қанша болдың жанында ше бір рет бір жігітпен кездескен көрмеген ғой. Менде Прямо андай. Ауызым бір рет күйгендіктен екінші рет күйгенін қаламаймын. Нұреке, біз эфирден шықтық қазір. Қудыртайын деп тұрық, короче. Қалай қудыртамыз деген әңгіме. Лимузинмен, короче, көшені шайқау керек. Лимузинмен ғой, короче, лимузинмен. Азанда бүгін тұрсам, бүгін жұмысқа осымен баратын болғам негізінде. Тұрсам жел шығып кеткен екен. Енді қазір жел берейік деп жатырық. Қалай? Әпке, сіз бүйттіңіз ғой, мына ағам бүйтіп тұр ғой. Аға қойсаңыз, жет болады. Жәкеңнің офисына қонаққа келіп қалдық. Керемет той басқарып жатыр. Елді отвлекать етіп жатқан кезде біз тамақ жеп алайық мына жерде. Еріп жатыр. Қазы жейсің ба, қазы? Қалай түсіндірсе болады. Кеше, допустим, өліп, ішіп, мас боп, құлап, шегіп, андай деп, короче, үйіне 4 аяқтап қайтады да, келесі күн түк болмағандай, жұма мүбәрәк болсын деп же, или келесі күн, или жұма күні таңертең сондай стористер салады да, жұма мүбәрәк болсын, бірдеңе, пайғамбар бүйткенді сөйткен, ойбай, қырды жойды. Келесі күн дым болмағандай, деп клубта айыр жүреді ғой, тақиямен сөйтіп жүреді, клубта айырып, ішіп, текиларамыз ба деп же, сондай. Зачем? Несен түстік, жаңа ғана самолеттен түсіп үйге қарай кетіп бара жатырмыз. Ертең қырғын шаруа бар, құдашам жазып отыр, маяқтан тойдан қалмайсың ғой деп. Одан Айжанның үйіне баратын бар, мына Айкоға хабарласып, Айкода жаңа енді телефоным қолыма тиіп, жан-жақтан хабар алып жатырмын. Әркім жазған таныстарымның, достарымның смс-терін көріп жатырмын. Соның ішінде енді жауапкершілік болғасын жерде айтылған сөз атылған оқпен тең дейді ғой. Білесіздер, жұма сайын міндетті түрде көмек керек балапандарды кезекпен кезек салып отырамын. Айта кетсем, пока что ол туралы ештеңе де айтқым келмейді. Қазір мен енді эфирда жоқ адаммын. Және де сыртта да мен қазір жұмыс істеп жүрген адаммын. Мүмкін по профессия жұмыс істеп жүрмін. Қазір пока мен өзімнің жеке өмірімді, особенно касаемо работы, вообще ештеңені распространить еткім келмейді. Сол үшін кішкене чуть потерпите. Через пару дней, возможно, сол информацияны айтатын боламын. Так, сізге сұрақ болып тұр. Бекзатпен бақыттысың ба дейді. Қалай айтсам болады? Мұны ойланып отыр ғой ше? Осай? Әрине бақыт. Уже почти час назад, да? У нас подготовка будет. Не пропустите, через пару дней кое-что будет. Мамалардың үйіне барам. Мен мамалардың үйіне кірсем, астында магазині бар да мамамның. Ерасыл сол магазинде отыр екен, оказывается, сестренкаммен. Сонымен мама айтам, мама Ерасыл үйге кірсін деп сөйтсем, мамам деген Ерасылды үйге мамасына жібер деп айтқан ғой. Сөйтсем сестренкам түсінбей қалғанда, бұны таксиға Яндексқа салғанда біздің үйге жүрген ғой. Мен мамамдардың үйінде отырмын. Бұл келет, телефоны үйде, телефоны жоқ. Сонымен подъезде жылап отыр жаным. Қорқтың ба? 30 минут сондай отырдым. Отыра тұр, хорошо? Мен номерімді жаттап алда, бір жерге жазып қойда, соларға звондатқыз, хорошо? Біз, короче, қыздармен бүгін күшті жерде выступать етеміз. Бүкіл Алматы көрінетін тау бөктерінде. В общем, туымызды алып алғанбыз. Әдеттегідей самға жаңа белестерді бағындыру. Мен отырмыз үйсімен. Аяқтарым бәрі қақсап, нервім шығып кетеді. Сонымен үйден витаколагенімді алдырып жатырмын. Сөйтіп, соны ішсем кішкене нормально боламын ше. Анау жоқ еще негізі алыс қой. Все-таки алдырып жатқансың ғой, денсаулық керек деп ше. Бәріне сәлем, қайырлы күн қалдарыңыз қалай, құрметті достар. Біз әдеттегідей эфир басталуын күтіп отырмыз, студиядамыз. 14:30-да Евразия арнасы қосылу болсын, бізбен бірге болыңыздар.